Мен сабақ бастап сабақ айтып мәзбін. Ой, Смайра апай. Саламатсыздар ма? Сәлеметсіз апай, қалыңыз қалай? Сәлеметсіз білесіңдер ғой. Сәлеметсіз бе апай? Саламатсыңдар. Қалай Саламатсың жағдайлар? Біраз дүниені айтып Жақсы, шүкір. біреу ашылмағанша. Дауысын өшіріп тастаппын. Біздің бүгінгі лекциямыз негізі Алаш қайраткері Ахмет Байтұрсынұлы мен Құдайберген Жұбанов екеуіне арналады. Яғни екеуінің лингвистикалық терминология саласында қандай қосқан үлестері бар, сол жайында. Алдымен Ахмет Байтұрсынұлын айтайық. Ахмет Байтұрсынұлын білесіздер, ол Алаштың мықты қайраткері, Алаштың ішіндегі ең кереметі деп айтсам да болады. Себебі тіл мен әдебиеттің ғылымын жасауға тікелей өзіндік үлес қосқан ғалымымыз. Ахмет Байтұрсынұлының тек қана тіл мен әдебиеттің терминдерін жасауға ғана үлес қосқан жоқ. Сонымен қатар ол ақын болды, жазушы болды, және публицист деп айтамыз, газет журналдарда мақалалары шыққан адамдар. Сонымен қатар ол реформатор, яғни біздің жаңағы 12-13 ғасырдан астам уақытта пайдаланған арабтың классикалық әліпбиін біздің қазақтың әліппесіне айналдырған. Сол арқылы төте жазудың негізін салған реформатор ғалым. Ол тек қана алфавитті өзгерту жағынан ғана қызмет еткен жоқ, сонымен қатар 1910 жылдан бастап өзінің дыбыс туралы деген мақаласынан бастап ол тілге көңіл бөлді. Соның ішінде тіл білімі ғылымының кез келген саласы бойынша терминдердің қалыптасуына қызмет етті. Неге олай айтамыз? Себебі терминология ғылымының негізін қалағандығы, оның қазіргі күнгі біздің тіл білімінде қолданылатын барлық терминдердің енді бір 80%-ы Ахмет Байтұрсынұлының жасаған терминдері арқылы жүзеге асып отыр. Олай болса, оның терминолог ғалым деп айтуға біздің жаңағы 100% құқымыз бар. Енді жаңағы лингвистикалық терминологияның қалыптасу дәуірлерін білесіздер. Солардың 1910-30 жылдар деген кезеңінде тікелей қызмет еткен екі ғалым, ол Байтұрсынұлы мен Құдайберген Жұбанов. Енді осы Байтұрсынұлының мына ұсынған әрбір терминінің бүгінгі күнге дейін ғылыми терминологияның алғашқы кезеңін құрушы ретінде, немесе ғылыми терминологияның алғашқы кезеңін сөз еткен кезде, біз соқпай өте алмайтын ғалым екені, оның әрбір жаңағы терминдерден, тіліміздегі, тіл біліміндегі терминдерден көрініп отырады. Міне осы туралы терминологияның, мынау Ақсұңқар неге далада не істеп жүрсің, мынау не сабақтың уақытында? Әне өйстіп уақыт аласыңдар. Енді мен негіз тікелей лекциямды айтайын, сосын семинарда тәрбиелермін. Өмірзақ Айтбайұлының бұл ғалым терминологты білесіздер, академик Өмірзақ Айтбайұлы негізінен қараған мәселесі терминологияда, терминологияның қалыптасу жолдарын қараған бұл кісі. Кімнен басталды, қалай басталды, не істелді деген сияқты. Сонымен отандық ғылымның содан бергі өткен жолын бір сәтке көзге елестетсек, терминологияға байланысты қыруар жұмыс істелген екен. Екі тілді қаншама сөздіктер жарық көрген, қалың жұртшылықтың игілігіне айналды. Қаншама сөздер терминдік мәнде қайта жаңғырып әдеби тіл қорына келіп қосылды дейді. Ол енді өзінің кезеңдеу осы қазақ терминологиясының қалыптасу дәуірлері деген кезеңдері деген кітабында 1910-30 жылдарға аса көңіл бөледі. Себебі бұл термин жасау ісінің қалыптасу кезеңі, немесе ұлт тілінің ғылыми бағыт алған кезеңі деп ерекше аталады. Енді осы ұлт тілінің негізінде жемісті еңбектер болған, оның жаңағы тек қана әліпбидің өзгеріп қоя салмай, сонымен қатар орфографиялық принциптердің нығаюына, орфографиялық сауаттылықтың белгілі бір ережелерге топтасуына, айтылудың ережелерінің бөлектенуіне, сөздің жазылуының ережелерінің жаңағы бөлек бір нұсқада айтылуына, орнығуына көмектесті дейді осы кезеңді.
Сонымен қатар бұл бірінші кезеңде терминологияның мәселелері қаралды дейді. Неге терминологияның мәселелері қаралды деп отыр? Себебі бұл кезде көптеген ғалымдарымыз өзінің жаңағы ұлт тілі мен жат сөз деген мәселеге қараған. Жат сөз дегені орыс арқылы, орыс тілі арқылы, немесе орыс тіл білімі арқылы біздің тілімізге еніп жатқан терминдердің ғылымның қай саласында болса да қазақша белгіленуі, қазақша айтылуы деген мәселеге көп көңіл бөлінді. Осы кездегі жаңағы кірме терминдердің өзгертілмей айтылуы жайындағы 30-шы жылдардағы пікірмен санасатын болсақ, ендігі жерде ұлт тілдерінде термин жасауда, оны шет тілдерін қабылдаудың тәртібін және өз жүргізіп отырған тіл саясатына сәйкес орталық белгілейтін болды. 1930 жылы құрылған терминологиялық орталықтың ең алғашқы бастығы болып, терминологиялық орталықтың терминдерді бекітетін терминкомның сайлануына терминкомның бастығы ретінде қабылданған ғалым, ол білесіздер кім? Құдайберген Жұбанов. Енді алдымен Ахмет Байтұрсыновты аяқтайық. Онда 20-шы ғасырдың алғашқы ширегіндегі қазақ халқының саяси әлеуметтік қоғамдық өмірінде бүкіл саналы ғұмырын ғасырлар тоғысына сәйкес келген Байтұрсынұлының орны ерекше дейміз. Себебі бұл ғалымның бұл тұстағы ғалымның жасаған қазақ тіл біліміндегі еңбегі айрықша дедік, жаңа ғана айттық. Соның мынау деп ерекшелейтін болсақ, ең алдымен айтатын еңбегі, үлкен еңбегі ол тіл құрал. Тіл құрал деп аталған оқулығы негізінен 3 бөлімнен тұрады. Осы оқулықтың 1914 жылы фонетикаға арналған бөлімінде барлық фонетикаға сай, фонетиканың қазіргі уақытқа дейін қолданылып келе жатқан жаңағы дыбыс жүйесі деген термин, дыбыс, әріп деген терминдер осы жерде қазақшаланып қолданыла бастаған. 1914 жылы фонетика бөлімін аяқтады, 1915 жылы синтаксис бөлімін аяқтады, ал 16 жылы болса, оның жаңағы морфология бөлімін аяқтады. Енді осы әрбір бөліміне жеке-жеке қаралып, әрқайсысына термин арнағандықтан, олар қайта-қайта әрине толықтырылды, қайта басылды, бірақ біз тіл құрал қай жылы шыққан деген кезде біз 1914-ті айтпаймыз, 1926 жылы шыққан деп айтамыз. Себебі 1926 жылдан бастап ол ғылыми жаңағы ортада жеке бір кітап ретінде танылды. Енді әдебиет танудағы бүкіл терминдер оның қай кітабында деген кезде біз оның әдебиет тану ғылымында қазір әдебиет терминдері деген үлкен кітап шықты, 1989 жылы. Содан кейін әлі үлкен қылып 88 жылы әдебиеттен қорғаған ғалымдардың тізімдерімен әдебиет бойынша энциклопедия шықты, қазақ әдебиеті деген. Ал 1989 жылы әдебиет терминдері деген кітап шықты. Осы екі кітап, ол әдебиет тану саласы бойынша сендердің тікелей жаңағы темірқазықтарың болу керек, филологтардың. Енді осы темірқазықтың басында кім тұр деген кезде тағы да біз кімге айналып соғамыз? Ахмет Байтұрсынұлына соғамыз. Себебі Ахмет Байтұрсынұлының Ташкентте басылған 1926 жылғы кітабы ол әдебиет танытқыш деп аталады. Бұнда енді қазақ филологиясының терминдік лексикасын бір жүйеге келтірген, немесе жаңа қазақы таныммен салыстырып жазған терминдік лексиканы осы әдебиет танытқыштың ішінен көресіздер. Енді әдебиеттің барлық жанрына, көркемдік құралдарына, тіпті оның европалық, орыс әдебиет тануындағы ұғым, термин, категориялар өзі заттың атауы болады, ұғымы болады, термині болады, және категориясы болады ғой, кез келген ғылымның. Осы 4 тағаны дұрыс тұрса, онда сол 4 таған арқылы ғана ол термин жасай алады. Яғни терминдік аппараты қалыптасқан кезде ғана ол ғылым деп саналады. Оған дейін ол ғылым деп саналмайды. Мысалы, сіздің жазған кез келген мақалаңыз немесе басқаңыз ғылыми өзінің жаңағы әлеуеті жоғары болып көріну үшін алдымен оның
атаулары болу керек. Сіз ұсынып отырған дұрыс атау немесе бір атаудың жанындағы мысалдар немесе келтірінді бір көркем әдебиеттен алған бір нұсқалары болу керек. Соны дәлелдеуің керек, және ұғымы болу керек, термині болу керек, категориясы болу керек. Осы төртеуі төрт тағандап тұрған жағдайда сіз баспасөзден немесе кітаптардан, оқулықтардан мысалдар келтіре отырып, әртүрлі ғалымдардың жаңағы берген сипаттамаларын мысалға келтіріп отырып, сөзіңізді дәлелді жеткізесіз. Енді осы тілдің дәлдігі, көрнекілігі, тілдің тазалығы, тілдің анықтығы деген, немесе сөздің дұрыстығы деген мәселелердің барлығын ең алғашқы болып қарастырған ол біздің әдебиет танытқыш жаңағы кітабын қалдырған ғалым Ахмет Байтұрсынұлы. Яғни Ахмет Байтұрсынұлы неге көңіл бөлді деген кезде біз көріктеу құралдарына ғана көңіл бөлді, немесе көріктеу құралдарын ғана екшеп жаңағы бізге ерекшелеп қазақ таныммен бере алды деп айтпаймыз. Сонымен қатар ең алғашқы айтатын дүниеміз әдебиеттану саласында ол тілдің тазалығына, сөздердің дұрыс айтылуына, яғни кез келген қазақтың жүрегіне жол таба алатындай сөз болу керек. Тілдің анықтығына, дәлдігіне және көрнекілігіне көңіл бөлді деп айтуымыз керек. Осы қазақ терминологиясының ішінде, енді алаш жұртшылығының ішінде Халел Досмұхамедұлының да ерекше алатын орны бар. Әрине оған біз аз ғана тоқтап кетеміз, себебі Халелге мен семинарды қарап жіберейін қазір. Мен семинарда оған бөлек бердім бе? Халелге, Телжанға, яғни алаш зиялыларын мен бөлек, Ахметтен бөлек алдым. Сондықтан мына жерде оқу құралында осылай берілгендіктен ғана айтып отырмын Халелдің атын. Негізі бүгін біз тіл құралдағы және әдебиет танытқыштағы терминдер бар екені туралы мәлімет беруіміз керек. Енді келесі осы алаш зиялыларынан кейін тұрған, бірақ терминология комитетінің ең алғашқы басқаруымен өзінің тіл ғылымы саласындағы алғаш профессор атанған ғалымның бірі, қазақ терминологиясын дамытуға өзіндік үлесін қосқан, жеті тілді еркін білген, жемісті еңбек еткен ғалымның бірі ол Құдайберген Жұбанұлы. Құдайберген Жұбанұлын айтқан кезде біздің кабинетте өтуі керек сабақ қой бұл негізінде. Қазақ тіл білімінің қалыптасуына алғашқы дәуірінде тікелей ерекше көңіл бөліп әрбір сөзге ғылыми жаңағы анықтамалық берген ғалымның бірі ол Құдайберген Жұбанов Байтұрсыновтан кейінгі. Ғылыми еңбектері, ой пікірлері әрине ғылыми теориялық тұрғыдан біздің ғылымымыздың қалыптасуына негіз болды. Құдайберген Жұбановтың мынандай пікірі бар: қазақ тілі осы уақытқа дейін жүйелі түрде тексеріліп, ғылым тезіне түспеген тіл. Қазақ тілін алғаш зерттегендер Ильинский, профессор Миляранский, Терентьев, Лаптев, Катаринский, немесе академик Радлов, Поливанов, тағы басқалар болатын дейді. Бұл жерде ғалым не айтайын деп тұр? Қазақ тілі белгілі бір жүйелі түрде тексерілу деген сөз, ол ғылыми тезге түсу. Ғылым тезіне түсу деген не? Ол бір жүйеге келтірілу. Мысалы, жаңағы өзінің осы біздің университетте тікелей оқыған лекциясы 1936 жылы қазіргі қазақ тілі фонетика деген атымен шыққан лекциялар жинағы бар. Сол лекциялар жинағынан басталады тіл біліміне деген бет бұрысы бұл кісінің. Енді сол лекциясының ішінде ол дыбыстарды қалай бөлу керек, әріптерді қалай ажырату керек, немесе қай әріппен жүреміз, дыбыстардың белгілі бір жаңағы атқаратын қызметі тілдегі, олардың орнының өзін көрсету, дауысты дауыссыз болып келуі, буындардың арасындағы буын жігін ажыратуға қай дыбыстардың әсері деген мәселелердің барлығын ол тікелей осы енді ғана қаралып жатқанын сөз етеді. Себебі Ильинский болсын, Миляранский, Терентьев, тіпті Радловтың өзі бұл біз жақсы білеміз, қазіргі ғалымдардың ішінде әсіресе Әлімхан Жүнісбековтің айтуы бойынша бұл жаңағы алғашқы кезең біздің тек қана жаңағы сөздіктерді қарау кезеңі, немесе
сөздік қалпында бөтен халықтың перзентінің жаңағы біздің сөздерді қарауы, сөздердегі бір жаңа ерекше көрініп тұрған мәселелерді ғана қарастыру. Яғни бұл уақыт негізінен ауызша сөйлеуге негізделген, немесе қазақтың ауызша дүниесіне негізделген мәселелерді қараған ғалымдар, мынау Ильминский болсын, Милярянский болсын. Ал енді қазақтың жалпы ғылыми еңбектері 66 жылы бірінші рет жаңағы жарық көре бастайды қазақ даласында. Сонда сол жарық көрген еңбегінің ең алғашқысы сол тіл білімінің мәселелері. Тіл білімінің мәселелерінің ішін қарайтын болсақ, қазіргі уақытқа дейін ол енді бірнеше рет өзінің ұрпағының арқасында тікелей жаңағы Жұбанов танушылардың арқасында қазіргі уақытта біздің тіл білімі саласында осы Құдайберген Жұбановтың тіл білімі саласының жаңа бағыттарын қалай зерттеп жатқаны, бұрыннан келе жатқан деңгейлік бағыттарын, мысалы фонетика, лексика, морфология, лексикография, сөздіктану, немесе басқа салаларының барлығына қосқан үлесі туралы әрбір жаңағы жеке үлкен докторлық диссертация, кандидаттық диссертациялар қорғалғаны бар. Сонымен қатар Ахмет Байтұрсынов пен Құдайберген Жұбановты бірге алып, олардың жаңағы таным теориясына қосқан үлесі деген мына танымдық лингвистикадан, яғни когнитивті лингвистика бойынша зерттелген ғылыми жұмыс 2016 жылы біздің осы өзіміздің қара шаңырағымызда қорғалды. Меруерт Иманқұлова. Сол сияқты көптеген Жұбанов танушылар бар, Құдайға шүкір, Байтұрсынов танушылар да бар, филологиялық терминдерді зерттеушілер де бар қазіргі күнгі. Бірақ олардың еңбектерінің барлығында айтылатын дүние не қандай еңбекті қосты біздің ғылымға, қандай ізденістер жүргізді деген тұрғыдан келеді. Әрине, ол кезде сол Алаштың уақыты немесе терминология ғылымының дамуындағы бірінші кезең деп айтамыз. 10-30 жылдардың уақытында Құдайберген Жұбановтың қазақтың тіл тану іліміне қосқан жаңағы өзінің еңбегін жеке зерттеушілер баршылық, Құдайға шүкір. Осы ізденістердің ішінде әсіресе қайта-қайта айтылып кететіні, ол жаңағы мен айтқан 1936 жылы жарық көрген, өзінің көз тірісінде жарық көрген еңбегі, яғни қазір қазақ тілі фонетикасы. Қазір қазақ тілінің фонетикасы деген кітабы. Енді курс лекция деп қарау, былай қарағанда енді оның несін, бағасын төмендеткен сияқтанып елестейді. Кітап дегеннен гөрі оқулық деп тұрса басқаша болатын еді деген сияқты. Бірақ сол жаңағы курс, лекция курсының өзінде ол нені айтты, нені қойды деген тұрғыдан қарайтын болсақ, міне, мына жерде тұр, қарап оқыңдар. Не дейді? Жұбанов өзіне дейінгі ізденістердің ішінде дыбыс жүйесін сингарморфонологиялық бағытта зерттеуші. Байтұрсынов еңбегінен ерекше көңіл бөліп алғаны осы болып тұр. Яғни төте жазуды қалай жасады, онда дыбыстардың қандай қасиеттеріне көңіл бөлінді, соның барлығын зерттеп әрі қарай дамытты. Байтұрсыновна дейінгі қазақтарға арнап алфавит жасау мәселесі әрине шешілген жоқ, бірақ осы күндері жаңағы мынандай алфавит болды деген сияқты жазу тарихында көптеген әңгімелер бар. Мысалы, Заки Ахметовтың өзінің қазақ даласында 16 алфавит өмір сүрді, 16 алфавитпен жаздық, әліппемен деген пікірі академик Заки Ахметовтың. Көптеген ғалымдарды жаңағы осы біздің жазу мәдениетімізге көп үлес қосылған екен деп ойлап қалуына әкелді. Бірақ ол өте дұрыс айтты, Заки Ахметов. Ол өте дұрыс айтты. Бірақ тіл ғылымына, лингвистикаға, яғни тіл білімін түсіндіруге, тілдегі біздің жүйелі сөйлеу, жаңағы лексикалық сөздеріміздің орын тәртібінің дұрыс орнығуы,
немесе жаңағы бір шешендік сөздерді қосып, сөзді орамды айту, немесе оның жаңағы белгілі бір ғалымның пікірін қосып айту деген сияқты қазақтың өзі бұрыннан ауыз әдебиетінен дамып келе жатқан тарихын қозғап сөйлеу, немесе сол жаңа тарихи ақиқат нәрсеге тікелей жаңағы нұсқап сөйлеу деген сияқты мәселелерді ғылым ретінде тану, бұл Құдайберген Жұбановтың уақытында іске асты деп айтуымыз керек. Нағыз зерттеу жұмыстары жүргізілді демесек те, тіл дыбысы жүйесінің жекелеген мәселелеріне байланысты қарастырылды. Яғни алфавит жасау мәселесінде Байтұрсыновтан асып тұрған ешкім жоқ екеніне көзі жетті Құдайбергеннің. Сөйтіп ол көбінесе лексикология саласына көңіл бөліп, сол жағынан алфавиттердің жаңағы айтылуы, басқа тілдермен өзі жеті тілді білгендіктен және жаңағы дүниежүзілік лингвистиканы оқып келгендіктен, ол ең алдымен жаңа терминологияның дүниежүзілік ауқымда қолданылуы қалай болады, қазақтың түсінігінде қалай болады деген мәселені қойған күн тәртібіне. Алфавит дыбыстардың айтылуы, немесе естілуі, немесе жазылуы, немесе оның емлесі, яғни тәртібі сияқты мәселелер оның зерттеуінде басты назарда тұрды. Себебі ол сол дыбыстан басталатын бәр нәрсе, мысалы біздің қазақтың сөзін дұрыс айту, сол дыбыстарды дұрыс дыбыстаудан басталатынын айтқан ғалым. Енді көбінесе кейбір ғалымдардың пікірінше Ахмет Байтұрсынұлын мысалы жазба дүниемізді, әліппемізді қалыптастыруға тікелей әсер еткен ғалым деп қараса, Құдайберген Жұбановты сөзді сөйлеуді, оның ғылыми негіздеуді, ғылыми дәйектеп сөйлеуді үйреткен ғалым ретінде қарайды. Осындай пікірлер бар. Енді жаңағы Құдайберген Жұбановтың өзіне дейінгі ізденістерді қарай отырып жасаған мына жерде бірнеше мәселелер тұр. Ол жаңағы дыбыстардың айтылуы, естілуі, жазылуы деген сияқты мәселелер. Әрине Байтұрсыновта егер сол жаңағы 38 жылы атылып кетпеген жағдайда, ол өзінің жұмысын ары қарай дамытып, қазіргі біздің әрбір қазақ бірден тілімізді де, тіл арқылы келген сөзімізді де, оның мән мағынасын, семантикалық өрісін түсіну жағдайына келетіндей қылып, оңды түрде жағдайына келтіріп айтатын еді. Бірақ оған өздеріңіз білесіздер, ұлтшыл деген өте жаман саясатпен оларды уақытында жаңағы бұл дүниеден оздырып жіберді. Көрініп тұр ма? Көрініп тұр, апай. Енді бір айтатын шындық осы, мен енді пәлен жыл осындай нәрселермен айналысып, арасында сабақта, енді сабақ тұрғысынан қойып, ғылым жасадым деп айта алмаймын. Бірақ осындай мәселелерді қарастыра жүрген кезде мен бір нәрсені дұрыс түсінбейтінмін. Ол Байтұрсынов пен Құдайберген Жұбановтың арасы деген мәселе. Бұл ғылымда әртүрлі сан саққа жүргізіп біздің қазақты өздеріңде былай бірте-бірте тани бересіңдер. Сан саққа жүгіртіп бір сөздің шеті шықса, сол нәрсе жаңағы бәлендей екен, ойбай сондай екен деп қарау бар бізде. Бірақ сол деп қараудың көпшілігі дұрыс емес. Әсіресе осы Байтұрсынов пен Құдайбергеннің екеуінің арасы туралы әңгімеде ойбай олар жаңа Байтұрсынов орысшылдау болыпты, Құдайберген Жұбанов орысшыл болыпты, жаңа сырттан оқып келгеннен кейін бәрін баламасыз ала берейік деп айтыпты, ал кім болса ұлтшыл болыпты Байтұрсынов деген сияқты ертегі қылып айтады екеуінің арасын. Әрине ол ғылыми тартыс әңгіме ол болады, бірақ олар пендешілікке бармаған. Қазіргі уақыттың адамдары сияқты олар
жеке басының бір күйін күйттеп кеткен жоқ. Бұлар өздерінің жеке басының құндылығын емес, ұлттық құндылықты орнықтырып ұстау үшін қызмет еткен екі ірі тұлғамыз. Сондықтан да сондай әртүрлі қаңқу әңгімелерге сіздер көңіл бөлмеулеріңізді сұраймын. Себебі Байтұрсынұлының зерттеулерін нақты әдемелеп оқып алмай, ары қарай ол туралы әңгіме айтпайды. Құдай берген уақыттан кейіннен ғана осы, мысалы, Байтұрсынов бұдан бұрынғы жаңағы 19 ғасырдан аяғында дүниеде жүрген адам ғой. Сондықтан да ол екі ғасырдың ортасында, 9-сында өмір сүрген, 54 жасында атылған, былай қарасаң. Ал Құдайберген Жұбановты қарасаң, 38 жасында. Былай қарағанда 20 жыл деген әжептәуір аттай жыл ғой. 20 жасар баланың таным қабілеті қандай? 1 жасар баланың таным қабілеті. Солай салыстыру керек. Сондықтан да бұл енді біздің жаңағы мүмкіндік алып шетелге шығып барып тілді меңгеріп сөйтіп келгендегі ірі тұлғамыз Құдайберген Жұбановпен, ал енді қазақы әліппені жасап бүкіл арабтың классикалық әріпін бүкіл Азия қолданған, Байтұрсыновтың әліппесін. Бүкіл Орта Азия қолданған, тіпті парсылар қолданған. Сендер оны айтасыңдар. Арабтың өзі ғана классикалық әріпімен қалып қойған сол кездерде. Неге? Себебі бұл ұлттық әліпбиді, ұлттық сөзді өлтіріп алмаудың жолы болып тұр. Реформатор ғалым деп айтатынымыз Ахметті сондықтан. Енді сөйтіп дүниенің жартысы мойындап тұрған Ахметті Құдайбергенге қарсы қою деген ақымақтық, былай айтқанда. Мүмкін емес нәрсе. Сондықтан ғылымда әртүрлі кітаптарды, әдебиеттерді қарайсыңдар ертең. Сол кездерде ананы бүйтіп айтқан екен, соған қарсы шығыпты деген дүниелер болмасын. Байтұрсынұлының еңбегі зор, ол қазақтандырды. Қазақы таным түсінікпен әкелді. Соның арқасында біз ғылымды қазақшаландырып отырмыз, мың шүкір. Тек біздің тілді ғана емес, әдебиетті ғана емес, басқа да ғылыми жаңағы түсініктеме берген, соның қасында жүріп, соған жоқ мынандай термин қылып ал мына сөзімізді деген сияқты ұсыныстары өте көп. Сондай жағынан Байтұрсынов бағалы. Ал енді Құдайбергеннің бағалылығы оның лингвистикалық термин деп ат қойып, мына біздің тіл білімі ғылымындағы осы Байтұрсынов ұсынған әдемі терминдеріміздің барлығын алып келіп, енді соның ғылыми негіздеу жағына, ұлттық терминологияның дамуына Құдайберген Жұбановтың қосқан үлесі ерекше. Сонда осындай тұлғаларымызды біріне бірін сапырып айту деген дұрыс емес нәрселер. Біз осындай тұрғыдан ізденіп, қарап, бұл неге бұлай болды, анау неге бұлай айтты, мынау неге солай айтты дейміз. Соның ішінде басқа алыс қиынға кетпей-ақ, осы тілші ғалымдардың ішінде Қордабаев, Төлеубек Қордабаевтың оның енді кітабын оқисыңдар кейін, жалпы тіл білімін. Жалпы тіл білімін деген сабақтан мен 7 жылдай сабақ бердім. Сол кезде Қордабаевтың бүкіл кітаптарын оқыдым. Соның ішінде бір жерінде жаңағы Ахмет Байтұрсыновтың әлі енді 89 жыл бірақ ақталды ғой енді. 89 жыл ақталғанымен 57 жыл ақталған адам бірінші көрінеді ғой. Бірақ қалай айтқанда да Байтұрсыновтың жаңағы 89 жылы ақталған кезеңіндегі осы Қордабаевтың мақаласы бар. Қордабаевтың мақаласы әрине үлкен газетке жарияланған. Соның ішінде ең алғашқы рет Байтұрсыновтың ұсынған бүкіл терминологиясы қалай келді, қашан ұсынды, қай мақаласында ұсынды деген тұрғыдан айтылған. Байтұрсыновтың бағалы екені көрсетілген, әліппе жасаудан да реформатор екеніне көзіміз жеткізген. Енді Ахмет Байтұрсынұлының төте жазуын бір күні бір араб классикалық әліппесін үйреніп жүргенімде
Түркиядан бір ғалым келді, ойбай араб әліппесін үйретеді екен деді. Онда мен де кірейін, мұғалім болсам да деп кірдім. Сосын Хикмет Қораш деген қашқаританушы ол кісі. Кейін білдім, бірақ мен оның қашқаританушы екен. Бірақ орта ғасырдың адамсыз ба? Иә, мен де медиалингвистикамен айналсам деп сөйтіп таныстық. Сонда сол кісі жаңа бізге мынандай нәрсе айтты. Қазақстанның сендер білмейсіңдер деді. Қазақтар енді мемлекет болдық қой шындығында да. Шетелдің әрбір жаңағы, мысалы, Персияға барып қазақты танисың ба, немесе қазақтар қай жерде тұрады деп енді ізденіп қарап сөйтіп жүр ғой ғалымдарымыз. Кішігірім жастарымыз барып жатыр көбінесе. Сонда жаңағы үлкен ғалымдардың көпшілігі білмейтін бір мәлімет айтайын деді. Сосын арабтың классикалық алфавитін үйретем деп келген екенсіз, 28 әрпін деп. Сөйтіп енді біз Құранға түсіп, сөйтіп үйренген адамдармыз ғой. Құранға түсу үшін үйренген адамдармыз. Сонда жаңағы ол бидеп айтты, Құраннан бөлек ең алдымен жаңағы Байтұрсыновтың төте жазуы туралы айтайын, сіздер өйткен сол кісінің тікелей ұрпақтарысыздар ғой деп сөйтті. Сонда ол кісі көп жаңа Қашқаридың еңбектерін қарау барысында көп мемлекеттерді аралаған екен. Соның ішінде Орта Азиядағы Пакистан, жаңағы Сирия, сосын жаңағы Ирак, Иран деген, солардың барлығына барыпты. Солардың барлығының еңбектерінде Байтұрсыновтың осы төте жазуының негізінде жасалған әліпбилерін айтады дейді. Біздің ұлттық әліпбиімізге тікелей негіз болған ол Ахмет Байтұрсынұлы деп сол жерде айтылады дейді. Сосын Ахмет Байтұрсынұлы деген кім бұл деп сөйтіп іздеген ол. Сөйтіп іздеп жүрген кезде біз егемендік алып, ол 89 жылы сол егемендік алудың алдында ақталды ғой. Сөйтіп бүкіл елге оның кітабы таратыла бастады. Сол кезде ол танып, ойбай бұл қазақ екен ғой деп солай танығанын айтты сол ғалым. Мен соған куәгер болдым. Соны ол тарих қылып айтып кетті бізге келген кезде. 2004 жылы. Енді осы алдыңғы жылы Құдайберген Жұбанов туралы енді 125 жылдығы деп мақала жазу керек деп сөйтіп айтқаннан кейін, бұрын мен 120 жылдығында, жоқ 115 жылдығында, 120 жылдығы деп былтыр